Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жұмсақ әрі дәмді нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Нанымыз жақсы көтерілу үшін ең алдымен аппара дайындап аламыз. Ол үшін бізге керегі жылы су, жылы сүт, қант, ерітілген сары май, оның үстіне дрожжы, мен құрғақ дрожжы қолдандым, тұз және жұмыртқаның ақ уызы. Осының барлығын жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен немесе жай целлофанмен жауып қойсаңыздар болады. Бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің апарамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бетінде көпіршіктері бар. Негізі осылай көпіршіктері пайда болу керек. Болмаса дұрыс қамырларыңыз көтерілмей қалады. Енді осының үстіне біртіндеп ұнымызды қоса отырып, жақсы жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді осының бетіне аздап сұйық май жағып шығамыз. Бетін целлофанмен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, міне қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осыны екіге бөліп, 2 нан жасаймыз. Қамырымызды противенге салып, қолымызбен баса отыра домалақ етіп формасын шығарамыз. Нанымыздың үстіне әдемі узор саламыз. Кез келген узор салсаңыздар болады. Дайын болған нанымыздың үстіне жұмыртқаны толықтай жағып шығып, үстіне кунжут себеміз. Нанымызды 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Жасап көруге кеңес етемін. Ас болсын.